сәлеметсіздер ме? Мен Алма Оразбаева атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші А сынып оқушысы Бейбіт Гаухар. Сіздерге табиғатты аяла, жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің облыстық форумының идеядан іске асыруға дейін номинациясы бойынша өзімнің жасаған лэпбугімді ұсынамын. Лэпбугтың байқау тақырыбы бойынша табиғат және біз, экологиялық соқпақ, қалдықтарды сұрыптау бөлімінен бейнелейтін экологиялық кітапша жасадым. Әртүрлі қима қағаздары, фетр маталары, самоклейка жапсырғыштарды, глянц қағаздарды пайдаландым. Бірінші глянц қағазынан лэпбукты құрастырдым. Одан кейін қима қағаздарын пайдаланып жапсыруға дайындадым. Фетр матасын алып, қалдықтар салатын қалташалар жасадым. Жұмбақтар жасау үшін ақ парақты жылжымалы бөліктер қылып алдым. Қолдан табиғат құбылысының суретін салып, лэпбукқа жапсырғыштармен қима қағаздардан гүлдерді жапсырдым. Келесі табиғат құбылысына байланысты қоректік тізбек кітапшасының суретіне жануарлар мен өсімдіктердің байланыстырдым. Фетр матасынан қиып алынған бөлімдерді ыстық желмен жапсырдым. Ішіне қима қағаздарынан жасалған қалдықтарды салдым. Түрлі түсті қағаздан қызыл кітап туралы мәліметтер жазылған кітапша жасадым. Экологиялық соқпақ тақырыбында табиғатта қауіпсіздік ережелері көрсететін жапсырма суреттерін жасадым. Экология тақырыбына лэпбукты дайындадым. Назарларыңызға рахмет.